Бүгінгі видеода қалай геморройды бір аптада емдейміз, сол туралы айтатын боламын. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, денсаулықтың каналына қош келдіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркеліп, және де достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Сіздер үшін жай ғана кнопка болғанымен ол денсаулықтың каналына өте маңызды. Тез тіркелейік, достар, сіздерді күтемін каналында. Тіркелеміз. Сәлем бауырлар, қалайсыздар? Бүгінгі видеомыз әрине көптің сұрауы бойынша геморрой туралы айтамын. Қазіргі уақытта геморроймен ауыратын адамдар көп. Соларға көмегі тиіп қалар деп шығарып отырмын. Ең бірінші бұны жасамас бұрын сіздер геморройдан құтылу үшін, геморройдың алдын алу үшін сіздерде запор болмау керек. Запор қылмас үшін таңертеңгілік көбіне су ішіңіздер. Жылы су. Таңертең, обедте, кешкісін. Даже обедтен кейін кешке дейін полдник уақыттарында 2 рет 3 рет ішуіңізге болады. Таңертең 2 стакан, обедте 1 стакан, сосын кешке дейін 1 стакандап, кешке дейін 3-4 стакан ішіп тастауыңызға болады. Сосын кешкісін тағы 1 стакан. Солай жылы су ішіп отырыңыздар. Сол жылы су сізде запор қылдырмайды, яғни запор болмайды. Жылы су өте көмектеседі. Яғни ішектерге көмектеседі. Жылы су арқылы мысалы таңертең ішсеңіз, ол жылы су бүкіл ішектеріңізді тазалап барып шығады. Сондықтан да сізде запор болмайды. Запор туралы айта кеттім, ал енді қалай емдеу керек екенін. Бірінші бізге перекис керек. Перекис. Оны кез келген аптекадан алуыңызға болады. Сосын барып прокладка керек. Әйел адамдар білер, прокладка. Қалыңдау болу керек. Неғұрлым қалың болғаны жақсы. Және де пакет керек. Енді бұларды біз не істейміз? Перекисті неге құямыз, прокладкаға. Ой, кетіп қалды. Бетінекім не ол сіңбей тұр да. Негізі сіңген жақсы. Перекис сіңу керек. Сол кезде менде сіңбей қалды. Тур қоптыр. Момент қайтадан құямыз. Чөтімнің натуралың қалыны өзіне сіндірмеді. Так, осылай құйып аласыздар, негізі өзіне тартып алады. Содан кейін маған астына не қоясыз, осы туырып қалмас үшін астына пакет қоясыз. Сосын осылай іш киімге салып, осылай бір апта бойы жасайсыз. Бұл интернеттен алынған рецепт. Бұл көбіне бірінші, екінші стадияларға жақсы болады. Геморройдың бірінші, екінші стадиясына жақсы болады. Осы келесі видеода кездескенше ем болсын, достар. Қазақ ел аман болсын.